Қазақстан Республикасының қайраткері, композитор Марат Омаров ағамызбен бірге елге танымал айтыскер ақын Серікзат Дүйсенғазин ағаларымызды ортаға шақырып, Гүлайым Жүдісқызының мол еңбегі «Жұлдыз болғым келеді» атты кітабының тұсау кесу рәсімін жасайық. Әдірғағы жандырғағы сазымның жайнай берсін, шамғай берсін, ұлы тойы халқымның. Гүлеке берекеңіз құтты болсын. Мынау творчествода адамда біздің өзіміздің ұлттық өнерінің әсіресе асыл мұрасы осындай шығармашылықта жаңа табыстармен жаңадан үрдіс алып келеді. Мына жаңа ғасырда жаңа егеменді алғанымыздан бері қаншама ұлттық өзіміздің дәстүрімізді шарықтап, ұлттық намысымызды қорғайтын, ұлттық құндылығымызды шығаратын осындай шығармашылықта көптеген азаматтар өз тұлға болып келе жатыр. Соның бірі мінекей өзімізбен әріптесіміз Гүлеке, сіздің қаншалықты мына балаларға деген жасаған жақсылықтарыңыз, әніңізбен, өнеріңізбен, жалпы жүрегіңізбен. Ал егерде адамның жүрегі таза болатын болса, пейілі ақ болатын болса, сезімі адал болатын болса, әрқашанда ол балаларға жақын болады. Менің де әндерім бар, сол бірге жазған Гүлекеңмен. Жұлдыздарым жайнаңдар, бұлбұлдарым сайраңдар, бойда асыл арман бар, болашаққа самғаңдар. Мереке құтты болсын. Ал енді мынау өнерсүйер қауым бүгін бір керемет кештің куәсі болып отырмыз. Мына жерде кішкентай бүлдіршіндердің ән салып жатқанын жаңа көріп, мен енді бүкіл инстаграмды толтырып қойдым. Себебі бізде енді өнер саласындамыз. Мен де осы ән саласында енді мен балаларға көп жазбаймын, үлкен әншілерге, үлкен композиторлерге, осы Марат ағамызға, басқа үлкен қазақтың белгілі композиторларымен бірге жұмыс істейміз. Бірақ ең қиыны мына балалармен жұмыс істеу. Қазіргі заманда балалар әдебиеті, балалар әні, балалардың шығармашылығы деген мәселе өте қиын болып кетті. Себебі балалардың психологиясы бұрынғы баланың психологиясы жоқ, қазір басқаша. Себебі сырттан келген интернет деген пайда болды. Қазір бүкіл дүниежүзінің жаңағы кабельді телеарна арқылы неше түрлі телеарналар көретін болды балалар. Ақпарат ағымдар келіп жатыр. Көбейіп жатыр ол. Бірақ соның баланың психологиясына әсері бар екен. Балаларға ән айтуға қазір мен мектептерге кездесуге барамын, сол кезде сұраймын ғой, сендер кімді тыңдайсыңдар балалар? Бүйтсем, өмірімен естімеген бір композиторларды, бір топтарды айтады. Мысалы, кейбір мектептерден осы лесозаводта мектепке барып, Ақан Серімен бір жансардың кешін өткізіп жатыр. Орыс мектебі екен. Өмірі Мұзарт деген топтың атын естімеген. Ана өзі жігіттер тобының орындайды, балалар неше айтты, жігіттер деген топты білмейді, балалардан сұраймын, осы кімді тыңдайсыздар десем, басқа бір Ресейдің бір Тимати деген бір әншілерді айтады, мен шалқамын үстін жаңағы айналайын Тимати дегенді мен ол орысқа жақсы шығар, бірақ қазаққа қандай қатысы бар оның. Кейін қарасам үстіне сурет салған біреу екен енді. Ол да бақытты болсын. Онда біздің шаруамыз жоқ қой, өз елінің қызмет істеп жатқан адам. Бірақ біздің құндылықтарды насихаттайтын осы Гүлайым апай сияқты өнерпаздар, композиторлар өте көп керек деп ойлаймын. Сондықтан осы кішкентай балабақшада жүріп үлкен дүние жасаған сіздің жүрегіңіз, қазақ деп соққан жүрегіңіз бізге дейін тоқтамасын. Кішкентай балабақшадан осы шамшырақ болып бүкіл қазақ балаларына шуағыңыз шаша беріңіз. Енді мынаны кірісейік, Марат ағаммен қататып сөйлеуге қол қылып жатырмын мен. Баршаңызға рахмет айтамын. Осы балабақшаның басшыларына, мынау біздің Астана қалалық әкімшілігіне, білім басқармасына баршаңыз сәлем айтыңыздар. Осындай таланттарымызды қолдағандарыңыз өте дұрыс деп ойлаймын. Қашанда, қай заманда қазақтың байқасаңыздар тарихында Абылай хан Бұхарды қолдаса, Тезек-төре Сүйінбайды қолдаса, айталық жаңағы мынау Құсбек төре Орынбайды қолдаса, осындай үлкен біздің өнерпаздарымыздың бәрін қолдаған ғой. Ақан Серіні арқадағы, Біржан Салды арқадағы үлкен жаңағы Азнабай сияқты үлкен біздің болыстарымыз, билеріміз. Сол сияқты осы жердегі балабақшаның басшылығы, білім басқармасы Гүлайым апайды қолдаса, ол келешекте өзінің жұмысына жеміс болады деп ойлаймын. Жаңағы болыстардың, билердің атын біз тарихтан білмейтін едік, сондай тұлғаларды қолдамаса. Қолдаған арқасында қалды, ал Тезек-төре сияқты қазақтың қаншама төре болды, олардың атын естімей түсіре алмаймыз. Неге Тезекті білеміз? Себебі Сүйінбайдың жыры арқылы білеміз. Неге біз Абылайдың еңбегін білеміз? Бұхардың жыры арқылы білеміз. Сондықтан Гүлайым апай сияқты өнерпаздың арқасында осы басшылардан біле берейік. Сәке, дұрыс айтасыз. Мына Гүлекеңнің сол кісілермен, тұлғалармен жақындасуы, бұл балалармен жұмыс істеуі. Бүгінгінің баласы болашақтың данасы деп. Қанша көрсем де осы балалармен жұмыс істеп жатқан Гүлекеңге қарап
отырып менде бір шабыттанамын. Өйткені өзім сол кезден бастап әнші балапанды баяғы білесіз, кішкентай кезден. Осы қазіргі жарық жұлдыздардың бәрі, Қайрат Нұртас, Мадина Садуақасова, осы қазіргі кездегі. Солардың бәрі сол кішкентай ғана әнші балапаннан шыққан. Сол сияқты Гүлекеңнің де осы балалармен жұмыс істеуі өте қиын, жаңа Сәкен айтып отыр ғой. Сондықтан да осы айналайын көкешім, ән салады көкешім, есейгенде ер жетіп, кім болады ертесің. Тек қана атан емес, Гүлекең сияқты осындай апайлар мол болады деп ойлаймын. Амин. Қыздар қалай істейміз?